Сәлем достар, бүгін біз пинг-понг деген ойын құрастырамыз. Оның қалай жұмыс істейтінін, қалай жасалатынын қазір көрсетемін. Ол үшін жасыл жалаушаны басқанда қай жерде тұратынын бірінші спрайттыларды жасап алу керекпіз. Доптың, таяқшаның. Қазір доптікі міне. Доптікі, таяқшанкі. Таяқша. Мына жерде градус өлшемі 100 болсын. 90 болу керек. Болды. Енді скриптылар жасайық. Бірінші допқа жасап алайық. Егер де жасыл жалаушаны басқанда қай жерде тұратын бірінші анықтап алу керекпіз. Ол үшін 0-ден 0, ұзындығы 0 жерде, ені 0 жерде. Ол ортада деген сөз. Міне, 0-ден 0 де болды. Енді қазір жасыл жалаушаны басқанда тура ортада пайда болды. Ол дұрыс. Енді градусы 45 градуста қарап тұру керек. 45 градус. Енді жасыл жалауша басқанда 45 градусқа бұрылды. Енді үнемі қайталап тұру керек. Повторять всегда. Егер де схенаның сыртына тиіп кетсе, бұрылып кетеді. Содан кейін итті онша. Енді қас көрейік. Қазірше осындай болды. Бүкілі дұрысеп тұр. Енді таяқшаға істейік. Таяқшан тінтуірге ілесіп жүру керек. Сондықтан біз осындай скрипт құрамыз. Жасыл жалаушаны басқанда үнемі сол жаттап алыңыздар. Тінтуірдің ілесіп жүру үшін осы скриптті қолдана алады. Міне, осылайда және X мыши. Міне. Енді осы таяқшамыз біздің тінтуіріміздің ілесіп. Ол астыда тұрсын, мына жерде тұрсын. Енді міне. Бірақ допқа тигенде дұрыс болмай отыр. Ол ондай скрипт жасау үшін бұлай істеу керек. Доптікінде істейік. Жасыл жалаушаны басқанда ұпайымызды жазып қояйық. Ұпай, мысалы, ағылшынша score дейді, дұрыс па? Міне, ұпайды жасыл жалауша басылған кезде 0-ге түседі. Басталғанда 0 болады ғой. Содан кейін үнемі қайталап тұрады. Егер де осы таяқшаға тиіп қалса, ол оңға қарай 160 пен 200-дің арасындағы арақашықтықта бұрылады. Ол 160, 200 бен 160-дің арасында. Любой кездейсоқ таңдайды. Кездейсоқ болады. Және 10 шаг жүреді. Содан кейін тигеннен кейін ұпай бір рет көбейеді. Оған таяқша тиіп кеткенде бір ұпай көбейеді. Енді фонымызда жеңілетін болу үшін қып-қызыл лава деген секілді жеңілетін зат қойып қояйық. Міне, мына жерге қызыл зат қойып қойдық. Енді доп осы қызыл затқа тигенде жеңіліп қалады. Ондай скриптті құру үшін егер де доп қызыл түске тиіп қалса,
Қызыл түс. Қызыл түске тиіп қалса, ойын тоқтатылады. Ойын. Мен стоп, все. Мені. Осылай. Мені қарама қарсы осылай. Мені пон қойымыз. Мені ұпайды қараңыздар. Осы таяқшаға теген сайын ұпайымыз бірге көбейіп отыр. Егер қызылға түсіп қалса, болды, ойын тоқтайды. Мені. Егер де осындай ойын ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер.